Mukarrama мектебінің тайлық сыныбының оқушысы Мұхтар қызы Үнжумін. Бүгінгі қорғайтын жобаның тақырыбы айналамыздағы таңғажайып пішіндер деп аталады. Менің мақсатым күнделікті өмірде кездесетін пішіндердің қоршаған ортамен байланысын зерттеу. Біз пішіндерді табиғатта да, күнделікті өмірде де кездестіреді екенбіз. Мысалы, күн дөңгелек, сопақ жапырақтар, үшбұрыштау, үшбұрыш шыршаны кездестіреміз. Табиғатта кең таралған пішіндердің бірі ол шеңбер, өйткені ол үйлесімді болып келеді. Астанамызда әдемі ғимараттар өте көп. Бәйтерегіміз үлкен шардан жасалған. Бейбітшілік керсім сарайы үшбұрыштан жасалған. Мені ойландырған пішіндердің басқа түрлері де болды. Ұстазым кітапханаға апарып басқа пішіндерді таныстырды. Ол 5 бұрыш, 6 бұрыш, көп бұрыш. Бұл бұрыштарды қайдан көрдім деп ойландым, есіме түсірдім. Бұлар аралардың ұясына ұқсайды екен. Екеуміз қалдықтардан тамаша ойын жасадық. Ол үшін бізге ұяшық, қайшы, клей, ыстық клей, ағаштардың бұтақтары, құлақ шұқитын таяқшалар, және де бояулар мен қылғаламдар. Анашым, мынау хатиккен қиып бересіз бе? Осылай міне, әдемілеп қиып аламыз не. Ұяшықтарымыз дайын. Қауіпсіздік ережелерін білемін. Мысалы, клейді абайлап ұстау керек, өйткені оны жалауға болмайды. Қылғаламдарды істетіп болғасын орнына қойып, қолыңды майлықпен сүртіп, жуып тастау керек. Қайшыны абайлап ұстау керек, өйткені олдың бір жеріңді жарақаттап алуың мүмкін. Достар, қараңдаршы, неткен әйбет ойыншық. Рахмет, анашым. Қандай әйбет ойыншық жасадық, е? Осындай ойыншықтарды жасап тұрайық бұдан былай. Ағаштарда міне 3 бұрыш құралды да, аралардан сопақша құралды міне. Кезінде ата-бабаларымыз пішіндерді пайдаланып өрнектер салған. Ал әжелеріміз құрақ құрау кезінде матаға әйбет пішіндерді салған. Білесіңдер ме, достар, ғаламтордан қарасам, жер шарым дөңгелекке ұқсайды, ал тұздың кішкене бөлігі текшеге ұқсайды. Пішіндерді білу балаларға емес, ата-аналарға да керек. Өйткені ата-аналарымыз түс қағазды жабыстырғанда оны өлчейді. Достар, мен бір мәліметті білдім. Өмірде балалардың сүйіп жейтін пиццаның пішіні ол дөңгелек, ал қорабы 4 бұрыш. Неге? Өйткені қорабының 4 бұрыш болуы, өйткені ол арзан. Ал екіншісі пиццаның көтергенде жеңіл болуы. Үшіншісі пицца үлкен болып көрінуі. Соны мен қорытындылай келе, пішіндер әр адамның өмірінен қажет екенін білдім. Бұл тақырыпты әлі де зерттеу керек. Ол үшін бізге білім керек.